Достар, бәріне сәлем, сіздермен желіден Нұралы крипто жайында біз бүгін менің осы аптада ашқан трейдтарымды разбор жасайтын боламыз. Қандай трейд аштым, жалпы қалай аштым, логикасы қандай деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сонымен кеттік. Жалпы осы аптада менде 8 трейд болыпты. 8 трейдтан мен 6-9% пайда көріппін да. Және осы трейдтарды мен әрине телеграм каналға қандай нәтиже алдым, барлығын жіберіп отырдым. Стоп болса стоп, тейк болса тейк, без убыток болса без убыток и так далее. Сондықтан телеграм каналға жазылып қойыңыздар. Трейдтардың ең бірінші осы жерде шығады. Так, сонымен кеттік. Енді бізде осы апта 25-нен басталды. 25-нен басталған барлық трейдтарды мен осы жерге жүргізіп қойдым, және де қарайық. Так, мынау бізде менің ашқан алғашқы трейдім. Қарайық. Бұл жерде менде баға тейкпен жабылды. Енді неге бұны аштым, логикасын қарайық. Так, давайте барлығын өшірейік. Так, енді қарастырайық. Так, бізде апта 25-нен басталды және примерно осындай картина болды. Енді мен бұл трейдті ашу үшін келесі информацияларды қолдандым. Ол бірінші қарайықта апта басталған кезде, давайте апта былай болсын. Апта басталған кезде, ең бірінші қараған нәрсем, ол менің мына жерде апталық свечкалар қалай жабылды. Бізде көріп отырмыз, тренд лонговый, өсіп бара жатыр. Үстіде біреулер айтуы мүмкін, мына жерде ликвидность бар, equal highs, осыған қарай лонг ашу керек деген секілді. Бірақ лонг ашуға асықпаған жөн. Неге? Себебі біз апталық свечкаларды қарайтын болсақ, бізде мына соңғы аптаның свечкасы почти ештеңке шешпеген. То есть алдыңғы аптаның свечкасымен ешқандай жұмыс жасамаған. Мысалы, мына оның алдындағы свечка бізде өткен аптаның ликвидностін шешіп тұрған болса, ал мынау тупо рейнджбен қалған. Және де осы информацияны қолдандым, және маған тиімдісі ол не болды? Ол осы екі хай мен лоудың біреуінің шешіліп, былай бір бағытқа жұмыс жасау болды. Бірақ енді қарай, апталықта осындай информацияны біз алып алдық. Тренд лонг, бірақ бізде мына бір апталықта свечка қалай тұр, ешқандай ликвидность шешпеген болды. Енді дневкаға өтейік. Дневкада мен не байқадым? Дневной свечкада мен байқаған нәрсем ол не? Ол менде так, баға үстінен ликвидность шешіп алды. Мына жақтан ликвидность шешкен, мынау тоже как снятие ретінде тұр, плюс-минус. Және де мынау тоже бізде не істеген, ликвидность шешкен. Былай қарасақ, дневкада шортқа қарай оф келе жатыр. Ал апталықты қарайтын болсақ, апталық бізде лонговый және де үстінде ликвидность қалдырып кеткен секілді көрініп тұр. Енді қарайық та, енді егерде біз осы трендті хотя бы жалғастырғымыз келеді десек, біз не істеуіміз керек? Тупо алып өсе алмаймыз ғой, біз алып астынан хотя бы ликвидность шешіп алып өсу қажет. Және де мен осы лоулардың шешілуін осы апта күткен болатын, және де осы апталық минимумдарға қарай жұмыс жасадым. Так, енді дневкаға қайтадан өтейік. Дневкада не көріп тұрмыз? Шортқа қарай құлап бара жатыр. Мынау бізде 22 күні баға не істейді? Келеді, ликвидностьті шешіп алады. И бізде не болып тұр? Мынау rejection блок мына жерде баға қалдырып тұр. Енді плюс мына жерге қарайтын болсақ, мынау бізде не? Мынау бізде, можно сказать, equal low, И плюс мына жерде тоже ликвидностьтер бар, және де астыға түсу шансы бізде көбірек болды. Так, 4 сағатты қарайық. Давайте біздің сауда уақытқа келейік. Бізде вот Азия, мынау бізде сағат 10. Енді қарайық. Енді мен не байқадым? Бағамда жағда ликвидность шешіп алғаннан кейін бізде не көрінді? Менде мына жерде имбаланс бар. Вот көріп отырмыз. Осы имбалансты толтырғаннан кейін уже маған позиция қарастыруға мүмкіндік берді. Плюс қарайтын болсақ, бізде астында 4 сағаттықта мына зона маған ликвидность ретінде көрініп, біз осыған қарай құлау керекпіз деген идея ашылды. Так, енді қарайық. Мен бірінші ордерді мына имбаланстан қойдым, стоп-лосс ликвидность шешіп алған жерге. Ал take profit болатын болса, take profit менде бірінші ордер менде осылай болды. Енді қарайық. Мына жерге келген кезде енді бағаның үстінде біз егер 1 сағаттықта
таймфреймге өтсек, бізде мына жерде ликвидностьтар скоплениясы бар да. Және де осы ликвидностьтардың скоплениясын алып кету мүмкін деген мақсатпен мен стоп-лоссымды әрине мына ликвидность шешкеннің артына қойдым. Негізі по идее мына жерге де қоя салуға болушы еді, бірақ қазір менде бұл стоп-лосспен кетеді. Вот баға мына жерге келген кезінде мен тағы да бір ордерді шортқа қарай аштым. То есть осындай логикамен то же самое. Вот. И баға бізде не істейді? Примерно именно осы жерде емес, жарайды. Примерно мына жерге құлаған кезінде ашқан болады. Осылай аштым и позициямды күттім. Так, осыдан кейін мен ордерларымды ашып қойғаннан кейін ештеңке істемедім. Так, күтейік, қалай жабылады. Бізде көреміз, мына жерде үлкен Азия құлап имбаланспен жабылады. Және де қарайық, мына бізде тоже fair value gap болады. Менде бұл fair value gap так толығымен толған кезінде мына арада мен тағы бір шортқа ордер аштым. То есть біз көріп отырмыз, логика қайталанып жатыр, иә. Біз үстінен ликвидность шешеміз, потом мынау кеп мынаны шешеді, мынау кеп мынаны шешеді. Мына жақтан астынан закрепление уверенно беріп тұр, және fulfill жасағаннан кейін мен дальше әрекеттің, движениенің жалғасуына позиция аштым. Және осы жерде ашқаннан кейін уже 1-2 күн күтіп, баға мені take profitке алып келіп, мен ордерімді жапқан болатын. То есть мына трейд менде успешно жабылды. Мынау менің аптаның басында 26 күні, 25 күні жасаған анализім еді. Осылай take profit алдым. Так, өте жақсы трейд деп ойлаймын. Жалпы логикасын түсіндіңіздер деген ойда. Сұрақ болса, әрине комментарийға. Келесі трейдқа өтейік. Келесі трейд менде ол тоже 25 күні ашылды. Давайте пункт бойынша ол бірақ менде безубыток болды, иә. Безубыток болды. Неге екенін кішігірім айта салайын, өйткені разбор жасап қатты керек емес деп ойлаймын. Бұл трейд. Так, енді негізі трейд бұлай болды. Бұл трейдті давайте до конца разбор жасайық. Так, бұлай болды. Давайте апарып қойайық. Так, енді қарайық. Бұл жерде неге мен лонг аштым? Біз қарайық, кішігірім көрсете салайын. Мына жерден ликвидностьті шешеміз. Потом 4 сағатта баға мына имбаланстың ішіне келіп кіреді. Кіргеннен кейін бізде 1 сағатта не көрсетеді? Бізде 1 сағатта мына тұрған имбалансқа неуважение көрсетеді. Имбалансты тест жасаған жерден мен уже осы жерден маркетпен ордер ашам. Аштым, бірақ бізде уақытты қарайық. Уақыт уже сағат кеш болып Лондон сессиясының жабылуына келген кезінде мен позициямды толығымен жаба саламын деп шештім. Себебі Лондонның аяқталуына күткенге дейін бізде мына жерде баға ешқандай ликвидностьпен жұмыс жасамайды, а наоборот уже мына жаққа қарай құлайтыны айқын болып көрінді. Және уақыт аяқталған соң мен позициямды толығымен жаба саламын деп шештім. Осылай менде, почти енді прям безубыток емес, но қолмен жаптым, сондықтан минимальный профитпен жапқан болатын. Так, түсінікті деп ойлаймын. Келесі трейд менде тағы 25 күні болды. Ол трейдті мен алтын бойынша аштым. Ол бізде 0,5%-ке ашылған трейд. Так, мынандай трейд болды. Так, бұл бізде стоп-лосс. Неге? Давайте қарастырайық. Так, менде мына трейд болды. Так, осындай, иә, давайте логикасын түсіндірейін. Так, мынаны жасайын. Біз понедельник күні, то есть пятница күні жаңалықтан кейін мына жақтан ликвидность шешіп төмен қарай құлаймыз. Содан кейін баға енді өсу үшін әрине бізде ол менің анализім бойынша сауда күні басталмай тұрып астын шешіп барып өскен әдемі болады деп өзіме жазып қойған болатын, логика бойынша да. Бірақ баға не істейді? Баға келеді бізде Азиян қайды шешеді. Шешкеннен кейін маған реакция береді шортқа қарай. Және мен осы имбалансты тест жасап жатқан кезінде, мына жерге келген кезде мен шортқа қарай басам, бірақ баға агрессивно өскендіктен прям менің ордерімді кесіп өте салды. Сондықтан мен стоп-лосспен жабылдым. Енді неге 0,5%? Енді неге 0,5% стоп-лоссын, то есть риск алдым десеңіздер, осы үшін 0,5% алдым. Себебі прям уверенный трейд болған жоқ. Так, келесі трейдтар бізде енді келесі күн, 26 күні, давайте қарастырайық.
Так, 26 күні менде Funded аккаунттан трейд ашылыпты. Так, ол менде мынандай трейд болыпты, иә. Так, давайте разбор жасайық. Так, мынау менде тоже 26. Ладно, мына трейдті бірінші жасайық. Так, бұл жерде менде тейк болды. Мен негізі по идее мына жаққа қойғам тейкті. Былай қарай жоғары барады деп, бірақ не болды? Бірақ бізде мен Азиян хайдан жабыламын деп шештім. Қазір түсті. Так, енді қарайық. Давайте. Так, реплейға қойып. Өше салайын, керек емес. Так, енді логикасын қарастырайық. Бізде баға не істеп жатыр? Бізде баға көріп отырмыз жоғары қарай өсуде. Лонговый тренд, бір күндіктен бәрі нормально. Астында ликвидностьтер шешілген, агрессивный дневной свечка жабылған жақсы. Енді лонгқа қарай қарастыруға болады деген информация. Бірақ бізде бір минус бар. Ол бізде мына ликвидностьтің шешіліп алынуы, плюс бізде 4 сағатта не бар? Бізде мына жерде үлкен бір имбаланс бар да. Енді бұл новостной имбаланс болғандықтан біз мына жерде 100% өсіп кету шансы жоқ. Сондықтан біз не істейміз? Біз былай қарай төмен қарай түсіп кетуге мүмкіндігіміз болған еді да. Соны ескере отыра мен не істедім? Мен Азиян хайдан жабыламын деп шештім. Енді бұның логикасы өте түсінікті деп ойлаймын. Біз Азиян лоуды шештік. Шешкеннен кейін 15 минутта жақсы лонгқа қарай реакция бердік. Және осы реакциядан кейін мен Азиян хайда жабыламын деп шештім. Бұл жерде менде риск реворд 1.48, 1.5 болып қалды. Бірақ мен егер мысалға дальше ұстап отыратын болсам, давайте көрейік. Дальше ұстап отыратын болсам, мен стоп-лосспен жабылатын едім. Төмен қарай құладық. Қайтадан бір ликвидностьті шешіп имбалансты толығымен толтырғаннан кейін уже дальше жоғары қарай баға өсті. Сондықтан уақытында жабылған да дұрыс негізі. Так, логикасы түсінікті деп ойлаймын. Енді давайте келесі трейдті қарайық. Келесі трейд менде фунт бойынша болды. Бұл күні менде 2 трейд ашылды. Ол 28 күні. Так, давайте 28-і. Жоқ, еще тағы бір трейд бар, алтын бойынша. Так, келесі трейд ол бізде алтын бойынша ашылды. 26 күні. Бұл жерде енді минус 1% болды. Минус 1% болу қазір түсіндірем. Бұл жерде енді ошибка, қателік менен. Трейдқа кірген бәрі әдемі, логикасы жақсы, бірақ мен не істедім? Мен қолмен жабылып қалдым. Өзім қолмен алдым да, мына жерде тұрған кезінде чуть-чуть қалған кезде стопқа өзім жаба салдым. Енді ол менің минусым, қазір түсіндірем. Так, неге лонг артым, то есть лонг алдым да, давайте қарайық. Лонг алу себебім, так, біз дневкадан қарайық, дневной таймфреймнан біз не істедік? Так, біз мына жақтағы имбалансты толығымен толтырдық, иә. Біз астынан ликвидностьтарды шешіп, мына жердегі имбалансты фулфил жасап келеміз, жақсы. Және де 4 сағаттағы факторларға қарайық. 4 сағаттық таймфреймда бізде ликвидностьтер шешілген, закрепление бар, ликвидность шешілген, баға асқан, және мына жақтағы ордерді толтыруға келіп тұрған кез еді. То есть мына жақта баға типичный лонговый трендпен ордер флоумен жоғары қарай өсіп бара жатты. Так, енді бұл жерде нәрсе біздің премаркетқа өтейік қазір. Мына аралықта бізде баға келді, Азиян лоуды шешті. Мен өзім анализ жасаған кезінде баға Азиян лоуды шешіп жоғары қарай өседі деп қалдырған болатынмын, және дәл солай өсті. Енді логиканы қарайық. Біз Лондонмен келеміз, Лондон ашылады, Азиян лоуды шешеді. Мына арада бізде имбаланс қалдырады. Имбалансты қалдырған кезде, вот мен бұл жерде мына жерде кірген болатынмын, вот осы жерде. Осылайынан кірдім. И тейкті мына 409-ға дейін қойғам. Кірдім, потом бағаның реакциясын көрдім. И баға төмен қарай құлап бара жатты, плюс мына жақтағы имбалансты толығымен толтырып реакция бергендіктен мен мына жақта мына жерге келген кезде бағаны қарасам примерно осы жерде тұр екен. Осы жерге келген кезде мен қолмен жаба салайын деп жауып тастап едім. Стоп-лосстан бір $20, $30 жетпей қалмады. Сол кезде баға келді де не істеді?
дальше өсіп кетіп реаккумуляция жасап жоғары қарай кетті. Енді бұл жерде айтатын нәрсе, всегда айтам, өзіме де айтам, оқушыларға да айтам, не істеу керек? Позицияны ешқашан қолмен жаппау керек. Тура осындай ситуация болады сіздерде в будущем, и баға take profitке барады. И өздеріңіз өкініп қаласыздар. Мысалы, мен мына жерде ұстап отырған кезде не істеуші едім? Мен 4-24R спокойно алып, мысалға, уже нормальный пайдамен алушы едім. Ал мен өзім қолмен жауып ұстап, пайдамнан айырылып қалдым. Сондықтан не істеу керек? Никогда қолмен жаппау керек. Стоппен жабылсын или, то есть стопқа минимально қалған кезде қолмен жауып керек емес. Пайдамен тұрған кезде қолмен жабуға болады. Мысалы, мына жерде да, допустим, мынаған келген кезде, стопқа қарай кетіп бара жатқан кезде ешқашан қолмен жауып керек емес. Түсінікті деп ойлаймын, иә. Так, бұл бізде 26 күнгі, так, 27 күні ешқандай трейд мен тапқан жоқпын, ешқандай вообще позиция қарастырған жоқпын. Так, содан кейін мен ол күні былайша наблюдательский күн болды. Ал 28 күні мен бір трейд қарастырдым, ол менде, даже 2 трейд қарастырдым да, бір стоп-лосс и бір тейк болды. Ол күнде давайте қарайық. Так, ол күнгі трейд бізде мына 28 күні бір стоп-лосс и бір тейк, былайша екеуі бірдей жабылды. Так, бұл трейдтардың логикасын қарайық. Давайте. Так, біріншісін қарайық. Біріншісінде не себеп болды? Бұл жерде мынандай позиция алуға. Так, бұл жерде себеп ол менде мынау болды. Так, себебін қарайық. Так, біз нефкадан бастайық. Нефкада біз не істейміз? То же самое. Лонговый өсіп бара жатырмыз. Агрессивный лонгқа движение. Плюс біз өткен күннің минимумын шешіп алып жоғары қарай өсеміз. Және мына жерде не істейміз? Мына жерде біз имбаланс қалды. Плюс біз мына жақтағы ликвидностьтарды шешкеннен кейін, вот мен мына жерде ликвидность шешілген соң кірдім, лонгқа қарай лонг болады деп подтверждениені мен 15 минутта мына агрессивны, былайша айтқанда лонговый свечкамен алдым. То есть мына тұрған поглощениеден кейін позицияға кірген болды. Бірақ енді мен рестрip жасап кетіп, баға біз дальше жоғары қарай өстік. Ладно деп қойдым, бірақ бізде үстінде не бар? Үстінде алынбаған мына таргет бар. То есть таргет болды, анық таргет бар. Бізде мына жақта закрепление бар. Және бізде астада мына жерде толмаған екінші имбаланс бар. Және осы имбалансқа бағаның келгенін көрдім, уведомление қойғам. Баға осыған келді. Келгеннен кейін мен не істедім? Мен уже мына жерде осылай лонгқа қарай позиция алдым. Тейк менде уже мына жерге болды негізі. Осы жерге. Мына таргетқа дейін. Примерно осылай алынды. Енді келесі қарайық. Баға келді. Уверенно мені пайдамен жатты. Бірақ енді мен мына жерде тейкқа бір 20-30 пункт жетпей тұрып қолмен жабыла салдым. Себебі мына движениеда до конца отырмаш. То есть отырған кезде, возможно, без убытокта болатын еді. Жалпы енді осындай трейдтар менде осы аптада ашылды. Жалпы осы аптаға өте ризамын. Рахмет. Нарық ашылмай тұрып ойымды Discord каналымда бөліскен болатынмын. Ал бүкіл трейдтарымды мен осы Telegram арнама қандай трейд аштым, вот барлығын Telegram каналыма стоп болсын стоп, тейк болсын тейк, барлығын салып отырдым. Егер де информацияларды бірінші болып алғыңыз келсе, Telegram арнама жазылып қойыңыз. Енді осындай апта болды. Мен осы аптаға ризамын. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазасыздар. Ал сіздермен бірге болған Нұралы крипто келесі разборларда, видеоларда кездескенше.